мына жерде тапсырмада әсел жақсы кинотеатрға баратын шешті. Қаладағы әр кинотеатр екі санмен сипатталады, К және Л. Тапсырма бойынша мұнда К бірінші саны қатарлар саны екен, Л әр қатардың орындар саны екен. Сонда мына тапсырма бойынша әрбір кинотеатрда қатар саны бар, ол қатардың ішіндегі орын саны бар. Егер мысалы тапсырма бойынша кинотеатрда қатар саны мен ол қатарларда орындар саны дақсан болса, онда әсел тап кинотеатрдың ортасына отыра алады екен. Отырған кезде, онда ол кинотеатр жақсы болып есептеледі екен. Егер олай болмаса, ол жақсы емес болады екен. Енді тапсырма бойынша мұнда екі файл болады. Бірінші файлда екі жол болу керек. Бірінші жолда бірінші саны қатар саны болады, екіншісі пробелдан кейін. Ол жаңа қатардағы орын саны. Соны анықтау керек. Программа тапсырма бойынша әрбір файлдың ішінен әрбір сондай жолды оқып алып, қайсысы жақсы екен, қайсысы жақсы емес екенін анықтап жазып қою керек екінші файлға. Out деген файл болу керек. Соның ішіне жазып қою керек жаңағы. Ағылшынша good деген ол жақсы деген сөз, not good деген яғни жақсы емес деген сөзі. Сонымен енді программаға барайық. Программада біз мына жерде басынан бастап екі файлды жариялаймыз. Екі константа. Біреуінің аты қабылданатын файл болады, екінші файлдың аты жазылатын файлдың аты болады. Екі айнымалы болады, тексттік файлды қабылдайтын. Біреуіне оқылатын файл байланыстырылады. Екінші айнымалыға қабылданатын файл, жазылатын файл байланыстырылады, меншіктелінеді. Одан кейін үш тұтас сандар айнымалысы жарияланады. Мынаның ішінде, мына айнымалының ішінде пробел қай жерде орналасқан сақталып тұрады. N мен M2 ол екі бірінші сан мен екінші сан сақталып тұрады. Бірінші сан ол файлдың ішіндегі қатар саны болады, екінші оқылған саны ол бір қатарда қанша орын бар екенін жазылып тұрады, сақталып тұрады. Ал пробелді сол үшін анықтау керек, қай жерде пробел тұрған. Бөлу үшін, түсіну үшін қай жерде бірінші сан орналасқан, қай жерде екінші сан орналасқан. Line деген айнымалы ол бір жол оқылған файлдан оқылған бір жол болады. Программасының денесінен алады екенбіз. Программаның біріншісі мына inf деген айнымалыға мына файл меншіктелінеді, байланыстырылады. Қабылданатын оқылатын файл байланыстырады. Одан кейін әрбір файлдың ішінде өзінің көрсеткіші болады. Қай жерден бастап оқу керек екен. Соны ең басына жылжыту деген сондай функция вызываться етіледі. Жаңағы көрсеткішті басына жылжыту. Одан кейін екінші файл жазылатын файлды меншіктеледі. Мына out деген айнымалыға екінші файл меншіктеледі. Ол файлдың ішінде бүкіл алдын ала бар нәрсені жойып тастайды, кетіріп тастайды, өшіріп тастаймыз. Rewrite деген ол функция, соған арналған функция. Жаңағы жазылатын файлды ішін өшіріп тастайды, алдын ала тазартып қояды. Енді циклды жібереді екенбіз. Циклдың ішінен EOF деген функция, ол файл аяқталғанша дейін деген сөз. Inf деген ол жаңағы біздің оқып отырған файлымыздың айнымалысы. Сонда мына функция тексеріп отырады. Файлдың аяғына жеткен жоқпыз ба екен. Ал алдында тұрған not деген функция. Ол қарама-қарсылықты жүреді. Функция емес, бұл оператор. Оператор ол қарама-қарсылықты жүреді. Егер мына жерде файлдың аяғы болса деген сөз. Ал егер not болса, алдында тұрса. Егер файлдың аяғы емес болса, яғни мына цикл файлдың аяғына жеткенше дейін орындала береді. Аяғына жеткен кезде бұл цикл уже орындалмай шығып кетіп,
циклдың сыртына кете, кейінгі инструкцияларға кете береді екен, мына жерге кетіп қалады екен. Енді мына орындалған сайын, цикл орындалған сайын, әрбір бір жолдан файлдан оқып отырамыз. Оқып отырып, мына read деген ол бір жолды оқу деген команда функциясы. Мына inf деген ол оқылатын файлдың айнымалысы. Сонда біз бір жолдан оқып отырамыз. Бір жолда оқып болғаннан кейін мына line айнымалысына меншіктейміз. Одан кейін сол жаңағы оқылған бір жолдың ішінен, бірінші жолдың ішінен пробел қай жерде тұрғанын анықтаймыз. Post деген ол сол мына символдың, мына таңбаның қай жерде орналасып тұрғанын орнын көрсетті, қайтарады. Қайтарғаннан кейін оны мына space position деген айнымалыға меншіктейміз. Сонда мына жерде мына тапсырма бойынша файлдың ішіне 9-бірінші жолда, мынау бірінші жолда пробел қай жерде орналасқанын анықтайды. Мына функция post деген. Анықтағаннан кейін оны space positionға қайтарып береді. Сонда мына space position'да пробел қай жерде орналасып тұрғанының орны тұрады, сақталып тұрады. Одан кейін мына функция орындалады. Оның нәтижесі мына функцияның ішіне салынады. Оның нәтижесі әкелінеді, мына n айнымалысына меншіктелінеді. Copy деген ол копировать деген. Мына line жолынан бірінші таңбадан бастап мына сан таңбасы копировать етілу керек. Сонымен мына жерде егер 2 жазылып тұрса, 2-ден 1-ді алып тастаса, 1 таңба копировать етілу керек. Егер мына жерде 2 деп тұрса, 3 деп тұрса, 3-тен 1-ді алсақ 2 таңба болады. Сонда мына line жолынан бірінші орыннан бастап 2 таңба копировать ету керек деген сөз. Мына функция мына line деген жолдан мынандай орыннан бастап мынандай таңба сандарын копировать етеді. Символдар копировать етеді. Егер мына жерде 3 тұрса, значит 3 таңба копировать ету керек. 5 болса 5 таңба копировать ету керек. Одан кейін копировать еткеннен кейін оның нәтижесі келеді де мына str2int деген функцияның ішіне салынады. Str2int деген сөз ол кәдімгідей string жолын санға айналдыру деген сөз. Команда, функция. Сонда бұл функция мынаның нәтижесін бұл яғни 9 болады. Өйткені пробелға дейін бірінші бір символды оқып болады да қайтарады, копировать етіп. Қайтарғаннан кейін str2int деген ол жаңағы string ретінде қайтарады, копировать еткеннен кейін. Сонымен одан кейін оны біз интеджерға айналдырамыз, кәдімгідей сан қылдырамыз. Оны сан қылдырғаннан кейін аламыз да n-ға меншіктейміз. Тап сондай жағдайда енді мына жерде істейміз. Бұл жерде line-нан алып, копировать ете алып. Аяқ жағынан бастап бір символды копировать етіп аламыз да, бір таңбаны копировать етіп алып, мына copy деген как раз сол аяқ жағынан бір таңбаны алып, копировать етіп алып. Мына str2int-тің ішіне салып жүреді. Str2int ана екінші 9 саны ол қазір копировать еткеннен кейін ол жай string болып келеді. Сондықтан оны кәдімгідей сан қылдыру керек. Сан қылдыру үшін оны str2int функциясының ішіне салып жіберу керек. Одан кейін мына str2int қайтарғанда ол кәдімгідей сан қылдырып қайтарады. Оны аламыз да m-ға меншіктейміз. Болды. Сонда біз 2 санды алып алдық. Мына n-да қатар саны, m-да әрбір қатарда қанша орын бар екенін сақталып тұрады. Одан кейін біз анықтайды екенбіз, шарт қояды екенбіз. Егер қатар саны 0-ден көп болса, және әрбір қатарда орын саны 0-ден көп болса, денесі орындалады. Денесінің ішінде егер қатар саны дақ болса, және қатардағы орын саны дақ болса, онда write-len деген ол жазу деген функция.
жазу функциясы ол мына outf деген ол жазылатын файлдың айнымалысы. Оның ішіне writeline деген бір жол деген жазу. Бір жолды жазу керек деген командасы. Сонда writeline мына outf-тің ішіне бір жолды мына бір жолға good деген сөз жазады. Жақсы деген сөз жазады. Егер мына шарты орындалмаса, жақсы емес деген сөз жазады. Ағылшынша not good деп жазады. Бірақ ол бір жол қылдырып жазылады. Одан кейін бәрі орындалғаннан кейін бүкіл файлдар жабылу керек. Close деген ол жұмысты атқарып болғаннан кейін мына оқылған файл жабады. Одан кейін жазылған файл жабады. Сонымен программа аяқталады. Енді тексеріп жүрейік. Ішінде не бар, не жоқ. Мынау оқылатын файл. Цикл айналған сайын мына жерде. Мына файлдан бір жолдан оқылып отырады. Мына жерде бірінші жолда жазылар кезде екінші файлға жазылғанда мына жерде жақсы деп жазылу керек. Өйткені екеуі де тақсан болып шығады. Мына жерде біреуі тақ, біреуі жоқсан болып шығады. Сондықтан мына жерде ол тек қана не ол? Тек қана not good болып шығады. Жақсы емес деп жазады. Енді тексерейік. Екінші файл ол out файл. Жазылатын файл. Мына былай жазылады. Сонда мына былай болады. Егер мына шарт бойынша мына жерде. Шарт бойынша егер қатар саны, n қатар саны, m әрбір қатарда орын саны. Егер екеуі де тақ болса, онда өткен соңда жақсы деген сөз. Мінекей. 9-да 9 тақсақ, сондықтан ол жақсы болады. 9-да 10 ол біреуі тақ, біреуі жұмсақ болса, сондықтан ол жақсы емес деп саналады.